Фарида Мақышқызы Екібастұз қаласының басқа бөлігінде тұрғанымен күн сайын Мәшһүр Жүсіп көшесіндегі 52-де 6 мекен жайындағы қызының үйіне келіп тұрады. 2022 жылғы қараша айының соңғы күндерінде орын алған коммуналдық авария кезінде қызы балалармен анасының пәтерін паналаған екен. Авария кезінде мен өзім бөлек тұрамын, қызымның үйі 22-да, 22 микрорайонда. Менімен болды 2 жұма. Қызым өз осында қайра-қайра түні шақырғаннан кейін түнді суық болса да осында келіп, аяқ киіммен бәріп осында өз үйінде болып түні бойы шақырады. Жаңа жата берген кезде жұмыстан 2-де 3-те таксимен келеді, кетеді, сосын осында болды өзі. Осы соңғы кезде. Балалар менімен бірге болды 2 бала. Қайта бұл пәтерге көп зақым келмепті. Үстіңгі қабаттардан аққан судың себебінен электр сымдарында ақау болып өрт шыға жаздаған. Қара күйені әлі де көруге болады. Бірақ оны баспана қожайыны өзіміз қалпына келтіреміз деген. Ал түсіп қалған кафель тақташаларын жапсыруды Лидер Декор компаниясы жұмыскерлеріне сеніп тапсырыпты. Батареяларды менять етті түгелдей. Бәрі жарылды жағының үшеуінде, комнаталардың бәрінде. Содан туалеттің кафелі түсіп қалды, соны жасады. Сол жақсы жігіттер екен, оңды қазақтың балалары. Рахмет үкіметке, Екібастұздың бастықтарына түгеліне. Пәтерді жөндегендерге риза болғанымен жылу берушілерге риза емеспін дегенде де атап өтті Фариза Мақышқызы. Ризамыз. Енді мына ТЭЦ-қа риза емеспіз, әлі суық үй. Өзімнің 22-дегі үйім вообще суық. Отопление чөт-чөт, мынада хоть кішкене беріп жатыр. Мына жаққа. Отоплениеден басқасы нормально все.